Қайырлы күн достар, сіздермен ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге сочный золотистой корочкасы бар тауықты қалай әзірлеудің қыр-сырымен бөлісетін боламын. Керек специялар төменде көрсетілген. Егер де тауығыңызды мұздатқыштан алған болсаңыз, жақсылап ерітіп алыңыз. Содан соң тұзды суға салып алып, 1 сағаттай кептіріп қойыңыз. Ендеше маринадтауға кірісейік. 2 ас қасық майонезге 3 орта тістегі сарымсақты пайдаланамыз. Содан соң қызыл бұрышымызды саламыз. Соң әркімнің үйінде бар деп ойлаймын, универсальный тауыққа арналған приправадан 1 ас қасық. Содан соң паприкадан тоже 1 ас қасық саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тауығымыздың дәмі ерекше және сочный болып шығуы үшін 1 ас қасық соя соусын қоссаңыз жеткілікті. Осы қоспаңызды жақсылап араластырып алыңыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей дайын қоспамызды кептірілген тауығымызға жақсылап жағамыз. Астына, үстіне, ішіне дейін сылап шығамыз. Молынан етіп. Сол кезде тауығымызға осы специялардың барлығы жақсылап сіңіп, өте дәмді болып шығады. Енді осы маринад 1 сағат немесе 1,5 сағат тұруы қажет. 1,5 сағатымыз өтті. Енді алтын түсті золотистой корочканы алу үшін 1 ас қасық медымызды жағып, қызып тұрған 180 градустағы пешке 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, өте дәмді болып шықты. Сіз де жасап көріңіз.